Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін осындай керемет дәмді болып шығатын киви пирогын жасаймыз. Бұл жерде мендегі творожный пирог менің каналымда бар. Желемізге салқын суымызды құйып, жақсылап араластырып, тындырып қоямыз. Желеміз ысынып, суын өзіне тартып алу керек. Желе алған кездеріңізде қоспасы жоқ желелерді алыңыздар. Кивилерімізді ортасынан бір бөліп торап шығамыз. Торап болған кивидің үстінен шекерімізді салып араластырып, газға қойып бір қайнатып алатын боламыз. Қайнап шыққан кивидің үстінен жаңағы бұқтырылып тұрған желемізді сразу салсаңыздар да болады, немесе микроволновкада ерітіп салсаңыздар да болады. Менде бұл жерде микроволновкада ерітіліп салынған желе. Салып болған соң жақсылап араластырып, кивиімізді суытып болған соң творожный массамызға құятын боламыз. Құйып болған соң холодильникте міндетті түрде желеміз қатқанша тұру керек. Шамамен холодильникте 4-5 сағаттай тұру қажет. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет, ас болсын.